бұрын шеңберге тұрып, шаттық шеңберін жасайық. Қанеки шеңбер жасап тұрады. Алайық барлығымыз. Барлығымыз бірге айтамыз. Сәлем саған көк аспан, сәлем саған алтын күн, сәлем саған достарым, күнім десін күніміз. Тамаша балалар. Балалар, бүгінгі іс-әрекетте біз сендермен дыбыстарды қайталап, және де бір жаңа дыбыспен танысатын боламыз. Ал қанеки орындарға шайқаса қойыңдар. Балалар, жаңа дыбыспен таныспастан бұрын біз сендермен өзіміздің өткен дыбыстарды қайталап алайық, еске түсіріп. Қараңдаршы, біз қандай дыбыстармен танысып едік? Екінші қандай дыбыспен таныстық? Т дыбысы, Л дыбысы және С дыбысы. Дұрыс айтасыздар. Балалар, мына суреттердің ішінен А дыбысына келетін суретті тауып беріңдерші қане? А дыбысына. Ата. Дұрыс айтасыңдар. Ата. Т. Тиын. Дұрыс айтасыңдар. Т. Тиын. Одан кейін Лақ. Дұрыс айтасыңдар. Лақ. Одан кейін Сағат. Дұрыс айтасыңдар балалар. Балалар, және біз дыбыстарды не істедік? Дауысты және қандай? Дауыссыз дыбыс деп бөлдік, Бізде А дыбысы дауысты ма, дауыссыз бе? Дауыссыз. Түсінбедім, дауысты ма, дауыссыз ба? Дауысты дыбыс. Алмас, дұрыс айтасың. Дауысты дыбысты қандай түспен белгіледік? Қызыл түспен белгіледік. Қанеки астына қоя қояйық, Одан кейін балалар, Т дыбысы бізде дауысты ма, дауыссыз ба? Дауыссыз дыбыс. Оны біз қандай түспен белгілейміз? Көк түспен белгілейміз. Дұрыс айтасыңдар. Одан кейінгі Л дыбысы дауысты ма, дауыссыз ба? Дауыссыз екен, дұрыс айтасыңдар. Ал одан кейінгі С дыбысымыз дауысты ма, дауыссыз бе? Дауыссыз дыбыс. Дұрыс айтасыңдар балалар. Дауыссыз дыбыс. Балалар, келесі жаңа дыбыспен таныспас бұрын мен сендерге жұмбақ жасырғым келіп тұр. Жұмбақты мұқият тыңдаңдар. Оюда бармын, допта бармын, түнде жоқпын. Мен сонда қандай дыбыспын? Қандай дыбыс? О дыбысы. Дұрыс айтасыңдар балалар. Мінекей, О дыбысы балалар. О дыбысы неге ұқсайды екен? Домалаққа ұқсайды екен, балалар, мінекей. О дыбысы неге ұқсайды? Допқа ұқсайды екен, және Сақинаға ұқсайды екен, және машинаның дөңгелегіне ұқсайды екен, балалар. О дыбысын біз естиміз ба? Қайын айтайықшы ене? Естиміз ба? О дыбысын біз көреміз ба? Көреміз, міне, балалар. О дыбысын біз жаза аламыз ба? Қанеки оң қолымызды көтеріп О дыбысын жазайықшы қане? Айтамыз. Балалар, О дыбысын біз көреді екенбіз, естиді екенбіз, және жазады екенбіз, балалар? Қанеки қараңдаршы қане? О дыбысынан келетін бізде нелер бар екен? Орман, сосын орындық, жапырақ, орамал, мынау не? Ожау. Дұрыс айтасыңдар. Балалар, енді осы О дыбысына келетін сөздерді маған буынға бөліп беріңдерші қанеки. Бірінші, орман сөзін бөліп беріңдерші қане? Неше буын бар екен? Екі буын бар екен. Яғни бұл жерде неше дауысты дыбыс бар? Екі. Бұл дегенің неше буын болса, сонша дауысты дыбыс болады екен,
Одан кейінгі не тұр? Орындық. Қайки орындықты бөлікшен? Неше? Үш буын бар екен. Одан кейін? Бөлек шығане? Неше буын бар? Бес буын бар екен, я балалар? Бұл дегенің неше дауысты дыбыс бар? Бес дауысты дыбыс бар екен, да? Енді орамал сөзін бөліп бердеші қане? Буын бар екен, я? Енді маған ожау сөзін алмас бөліп берші буынға. Алмас бөліп берші. Неше? Екі буын бар. Дұрыс па екен балалар? Дұрыс айтасың, алмас. Ожауда екі буын бар екен, я балалар? Сонымен балалар, о дыбысын айтып көріңізші бәріміз дауыстап. Біз о дыбысын еркін айтып жатырмыз ба? Иә. Бізге еш кедергі болмай жатыр, иә, о дыбысын айтқан кезде, иә? Яғни о дыбысы балалар бізде дауысты дыбыс екен, иә? Дауысты дыбысты қандай түспен белгілейтін? Қызыл. Міне қызыл түсті аламыз және о дыбысын қызыл түспен белгілеп алады екенбіз өзімізге, иә балалар? Ал енді о дыбысын өзіміздің тілімізді жаттықтыру үшін қанеке айтайықшы, қанеке? Тіл ұстату сөзін. Күйсандықты ашайық. До. Тілдерін біз басайық. До. Бас дыбысты басайық. До. Жайлап әнге салайық. До. Жарайсыңдар балалар. Балалар, о дыбысын біз өзімізге меңгеру үшін және де мен сендерге түрлі тапсырмалар дайындап қойдым. Қазір бұл тапсырмаларды біз орындау үшін топтарға бөлініп алайық, жарай ма? Менің алдымда мінекей суреттер бар. Ол суреттің артында балалар сандар жабыстырылған. Мінекей. Бұны біз мына фонарик арқылы былай көрсеңдер, бұның ішінде қандай сан түседі сендерге? Сол столға барып жайғаса қоясыңдар, жарай ма? Ал қанеке, бірінші көркемнен бастайық. Көркем келе ғой. Мына жерден бір нені алып, фонарикке көре ғой. Қай столға түседі екенсің? Неше? Үшінші үстелге барып жайғаса ғой. Келе ғой, Әлі. Тез келеді, Әлі. Аружан келе ғой. Басқасына. Көре ғой. Неше? Дұрыс айтасың. Екінші үстелге барып жайғаса ғой. Келе ғой, Аружан. Рамазан келе ғой. Қазір барлықтарын шақырам балалар. Көре ғой. Неше? Бірінші үстелге барып жайғаса ғой. Бірінші үстел қайда? Бірінші үстел қайда? Аружан. Қарай ғой. Бірінші үстел қайда? Жайғасамыз. Рамазан қолыңды аламыз қалтадан. Алмас келе ғой. Неше? Үшінші үстелге барып жайғаса ғой. Мына жақтан аламыз. Неше? Екінші үстелге барып жайғаса ғой. Зере кел, Анер келе ғой. Аламыз. Қане қыздар? Нешінші үстел? Бірінші үстелге барып жайғаса ғой. Қайда бірінші үстел? Анер. Неше? Неше деген сан көріп тұрсың? Көріп тұрсың, Анер? Екінші үстелге барып жайғаса ғой. Келе ғой. Ділназ келе ғой. Қане ала ғой. Тез-тез көре қоямыз. Нешінші үстел? Үшінші үстелге бара ғой. Келе ғой. Ала ғой. Неше? Неше деген сан көріп тұрсың? Қара, дұрыстап қара, үш пе? Дұрыстап
дұрыстап қара. Нешені көріп тұрсың? 2. 2. Көркем келе ғой. Неше? Дұрыстап қара. 3-ші үстелге бара ғой. Кел, Алинұр. Нешінші үстел? 1-ші үстелге бара ғой. Келе ғой. Бекнұр келе ғой. Қара ғой. Нешінші үстел? 1-ші үстелге бара ғой. Келе ғой. Саған ең соңғысы қалды. Қанеке, нешінші үстел түседі екен саған? 2. 2-ші үстелге бара ғой. Мына жақта. Мінеки балалар, біз сендермен 3 топқа бөлініп отыра қалдық, иә? Бірінші топтың тапсырмасы, балалар, алдарындағы бояумен және мына таяқшалар арқылы мына О әрпін бояп шығасыңдар таяқшамен. Таяқшаны алып, бұлай О әрпін бояп шығасыңдар, жарай ма? Екінші топтың тапсырмасы сендерге қолдарындағы қылқалармен желімді алып, О әрпіне бұлай жағып шығасыңдар, балалар. Содан соң мына ұнтақ дақылмен сендер соны сеуіп жабыстырасыңдар, дұрыс айтасың. Сендерге де сол тапсырма. Ал үшінші топтағы балалар сендер О әрпін әдемілеп, жіппен, сәндеп тігіп бересіңдер, жарай ма? Бұлай. Дайынсыңдар ма, балалар? Иә. Олай болса, іске кірісейік. Дұрыс. Алмас не жасап жатсың? О әрпін. Дұрыс айтасың, О әрпін сәндеп жатсың, иә? Аружан, О әрпін қандай түспен бояп жатсың? Қызыл түспен бояп жатсың, дұрыс. Қанеки. Үшінші топтың балалар, сендер не істеп жатсыңдар? О әрпін сәндеп жатсыңдар, иә? Кәне мен саған көмектесіп жіберейін, иә? Мына жерде жіпті бұлай тартып жіберу керек. Сол кезде жібі мына жағы ұзын болады да, саған көп тігуге. Қазір. Көмектесіп былайынан теріс қалып жүрген соң, сосын солай болып қалған. Көркем жарайсың, Амина. Көмектесейін? Тіккен кезде міндетті түрде мына жіптерді былай тартып отыру керек. Жарай ма? Сол кезде әдемі болып шығады. Дұрыс. Қанеки? Бір қолымызбен қағазымыздың шетінен ұстап, екінші қолымызбен бұлай әдемілеп сеуіп шығамыз, иә, балалар? Қанеки? Жалғастыр. Жарайсың, Көркем. Жарайсың, Рамазан. Жарайсыңдар. Келесі бірінші топтың балалар қанеки? Жарайсың. Көп жасайып жүрмей ма? Біздің О дыбысымыз дауысты дыбыс қой, иә? Біз оны қызыл түспен белгіледік, иә? Сол үшін бұлай қызыл түспен бояп шығамыз. Алина, тамаша. О дыбысын қандай түспен белгіледік? Қызыл түспен белгіледік. Қанеки? Зеленікі дайын екен. Енді қоя ғой мына жерге.
Аружан жарайсың. Мінекей балалар, біз барлығымыз тапсырманы дайындап болдық па? Қанекей? Көмектесейін, е? Анел жарайсың. Тамаша балалар, барлықтарын жұмыстарын аяқтадыңдар ма? Олай болса, мен сендерді ортаға сергітті болуға шақырамын. Қанекей ортаға шыға қойыңдар. Ортаға тұрыңдар. Балалар сергіп алуға дайынсыңдар ма? Қанекей, біз сенімен бірге билеп сергіп алайық. Тамаша, жарайсыңдар балалар. Ал енді орындарына жайғасып отырғандар шығайын. Отырамыз орындықтарымызға. Амина, ана жерде орындық бар, отырамыз. Көркемнің жанына. Көркемнің жанына отыр. Өте тамаша балалар. Балалар, бүгін сендермен қандай дыбыспен таныстық? Дыбыспен таныстық, я? О дыбысын біз дауысты ма екен, дауыссыз ба екен? Дауыссыз. Түсінбедім, дауысты ма, дауыссыз ба? Дауыссыз. Балалар, қайталаймыз. О дыбысы бізде дауысты ма екен, дауыссыз ба екен? Дауыссыз. Дауысты екен, я балалар? Олай болса, біздің дыбыстар қоржынымызға тағы бір дыбыс келіп қосылды, е балалар? Ол қандай дыбыс еді? О дыбысы. Ол дауысты дыбыс екен, е? О дыбысын біз қызыл қоржынға апарып саламыз. Өйткені о дыбысы бізде қандай дыбыс еді? Дауысты дыбыс. Жарайсыңдар балалар. Осымен біздің бүгінгі іс-әрекетіміз аяқталды. Біз бүгін сендермен о дыбысымен таныстық. О дыбысын біз ести алады екенбіз, көре алады екенбіз, және ауаға жаза алады екенбіз. Солай ма? Бүгін сендер өте тамаша болдыңдар. Мен сендерге рахмет айтқым келеді. Рахмет сендерге балалар.